Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Гүлнұр. Бүгінгі видео рецептте мен үшін номер 1 салат атанған, яғни құрамы қарапайым, дәруменге бай, ешқандай майонезді қажет етпейтін дәл осындай салатты бірге әзірлейтін боламыз. Видео түсінікті болу үшін арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен түрлі түсті және де брокколи қырыққабаты, петрушка көкшөбі, қызанақ, қияр, 2 немесе 3 тісше чеснок, яғни сарымсақ, сонымен қатар қабығынан аршылған сәбіз қажет. Ең алдымен осылай брокколимізді салқын суда жуып, және де дәл видеодағыдай брокколиді бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Жалпы қырыққабаттың кез келген түрі біздің ағзамызға өте пайдалы әрі дәруменге бай, сол себепті үнемі пайдалануды ұмытпаңыздар. Түрлі түсті қырыққабатымызды да осылай пышағымыздың көмегімен әр бөлігін кесіп, бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған түрлі түсті және брокколи қырыққабатын жартылай пісіру үшін алдын ала суымызды міндетті түрде қайнатып аламыз. Салатымыздың құрамы бойынша келесі кезекте бізге қияр қажет. Қиярымызды да өз қалауыңызша осылай бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Мен теңдей 4 бөлікке бөліп, одан кейін ұзынша формаға келтіріп турап алдым. Салатымыздың құрамына қосылатын көкөністердің тізімін толықтай төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Дәл сол жерге қарап, көлемін арттырып, сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Қызанағымызды да осылай алдын ала жуып, керек емес артық жерлерін алып тастап, одан кейін бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Құрамына қосылатын көкөністерді мейлінше ірі көлемде турап алған жөн. Сонда біздің салатымыз өте әсем көрінетін болады. Кез келген салатымыздың дәмін келтіретін чеснокты да үккіштен немесе осылай майдалап турап аламыз. Петрушка көкшөбімізді өз қалауыңызша ірі көлемде немесе осылай майдалап турап қоссаңыздар, салатымыздың дәмі өте керемет болып үйлеседі. Қайнап тұрған суымызға шамалы тұзымызды салып, оның үстінен бөліктерге бөліп алған брокколимізді салып, 2 немесе 3 минут аралығында қайнатып аламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ, себебі біздің брокколиларымыз жұмсарып, езіліп кетуі мүмкін. Міндетті түрде мұздай салқын суға түсіріп аламыз. Дәл осы суымызды төгіп тастамай, алдын ала турап алған түрлі түсті қырыққабатымызды да салып, 5 немесе 6 минут аралығында қайнатып аламыз. Түрлі түсті қырыққабатымызды да көп қайнатпай, міндетті түрде оны да салқын суға түсіріп аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға рет-ретімен ең алдымен брокколимізді, түрлі түсті қырыққабатымызды, оның үстінен турап алған қиярымызбен қызанағымызды, оның үстінен бөліктерге бөліп алған түрлі түсті болгар бұрышын және де үккіштен өткізіп алған сәбізімізді, және де майдалап турап алған петрушка көкшөбін, егер ұнатсаңыз, осылай 1 қасық паприка, оның үстінен майдалап турап алған чесногымызды, дәміне қарай шамалы шымшым тұзымызды да салып, үстінен қайнап тұрған ыстық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Майды құйған кезде осылай реакция пайда болады. Ендігі кезекте қасығымыздың көмегімен осылай асты үстін жақсылап қозғап, араластырып алып, ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Бүгінгі жасаған видео рецепт ұнаса, міндетті түрде подписаться қара батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіздер, және де
лайктарыңызды аямай, өз пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Ал егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алып, және де жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Осымен біздің ағзамызға өте жеңіл әрі дәруменге бай салатымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде 100% ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.